Тұрмысқа шыққаныма 6 жылға аяқ басты. Аллаға шүкір, 2 ұлым бар. Күйеуім қарапайым автобус жүргізушісі. Мен үйде баламен отырмын. Негізі, мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Күйеуім 4 ағайынды. Ата-енем ауылдағы кіші қайнағамның қолында. Ол кісілер мал шаруашылығымен айналысады. Күйеуім екеуміз Алматының Талғар ауданынан жер алып, кішігірім етіп 4 бөлмелі үй көтеріп алдық. Ауылдағы ағайындары мал беріп, материал түсіріп беріп, көп көмектесті. Күйеуім таң атпай жұмысқа кетіп, түнгі 11-де бірақ келеді үйге. Мен 2 баламен қорқатын болғандықтан, Асқардың, яғни күйеуімнің туған інісін ауылдан алдыртып алдым. Ол қайным 11-ші сынып оқиды. Осы қайным үйге келгелі менің мазам қаша бастады. Жек көргеннен емес, немесе үйге сыйғызбай жатқам жоқ. Қайнымның менің сезімдеріммен ойнай бастағандығынан. Өзі сүп-сүйкімді, аққұба, бойы да ұзын, әдемі жігіт болып өсіп келеді. Домбырамен өлең терме айтып, гитарамен көшенің әуезді әндерін ыңылдап айтқаны да өзіне тым қатты жарасады. Күйеуім кеш келетін болғандықтан, көбіне қайным екеуміз ашық сырласа береміз. Түннің жарымына дейін ол өзінің жүрген қыздарын, олардың қылықтарын айтады. Мен оның айтпасына қоймай, төсектегі тәжірибесін сұраймын. Бастапқыда қайным қызарақтап әрең айтушы еді. Соңғы кездері ашық-жарқын-ақ әңгімелесіп отыра беретін болдық. Күйеумен төсек қатынасында көп болмайтындықтан ба, әлде менің темпераментім жоғары ма, қайнымның айтқан әңгімелеріне аузымның суы құрып тамсанып қалатын болдым. Тіпті көз алдыма елестейді. Айтуға ұят тіптен. Қайным құшақтап, ернімнен сүйіп, төсекке тартса, құлап кететіндей ақ тәтті сезіммен бірге қалың үрей билеп алады бойымды. Өткенде қайныма монша жақтырып, 2 баланы жуындырып үйге кіргізіп жібердім де, моншада жалғыз өзім шомылып жатқам. Қайным сыртта моншаға от салып, тақырлатып жүрді. Кенет оның тып-тыныш болып қалғанын сездім де, ақырын есіктің саңылауынан көз салсам, қайным тесіктен маған телміре қарап тұр екен. Бойымда алай-дүлей қиын сезім ойнайды кептейсің. Есікті ашып кіргізіп алғым келді. Бір шетінен ұят құрғыр жібермей бара жатыр. Бір шетінен құмар жылан бойды билеп. Ақыры не керек, үстіме мұздай су құйып өз-өзімді әрең бастым. Ойымды басқа арнаға бұрып, кредит жайлы, балалардың қыстық киімі жайлы ойға беріліп ес жинадым. Қазір күйеуім жұмыстан қанша кеш келсе де, тамаққа тойдырып, жуындырып, шайындырып, төсекте өз дегеніме жеткенше маза бермеймін. Сосын ғана екеуміз де тәтті ұйқыға батамыз. Қайным ойнаған сезімімді осылай қайырмасам, басқа жолын көріп тұрған жоқпын. Екінші қайныммен ашық тақырыпта сөйлеспеуге тырысамын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Менің бұл іс-әрекетім дұрыс па, әлде бұрыс па? Мен үйде қайнағаммен жалғыз қалғасын, қандай болса да сол кісі маған жақын болып кетті. Бірақ мен ештеңе білдірмеуге тырыстым. Бүгінгі күнге дейін. Мен дәретханадан келгеннен кейін іш киімімді жуып бөлмеме жайып қойған болатынмын. Түнде бір оянсам, іш киімім орнында жоқ. Маған елестеп жатыр ма, әлі мен жадасып тұрмын ба деп өзімнен күмәндандым. Ойымда арам ой жаман ештеңе жоқ. Келесі күні тағы осы оқиға қайталанды. Бірақ бұл жолы киілген іш киімім жоғалып кетті. Үйде тек ағам екеуміз едік. Ол кісіге де босқа жала жапқым келмеді. Бір күні кешкі ас үстінде ол кісі маған, «Шіркін, сендей әйелім болса, арманым болмас еді. Інім сені бағаламайды. Сені тастап қалай басқа жаққа жұмысқа кетті? Жақсы көрсе, қалай сағынбайды екен» деп әңгімесін аяқтады. Әрең шыдап жүрген мен үндемей қалдым. Түн, ұйқыға кеткен менің бөлмеме қайнағам кіріп, мені аймалай бастады. Басында мен түс көріп жатқан шығармын деп ойладым. Мені барлық жерімнен аймалап, ернімнен сүйе бастады. Мен қарсылық көрсетпедім. Себебі барлық жасап жатқаны маған қатты ұнап жатты. Күнде көз алдымнан кетпей адамды қызықтырып қоймадың ғой. Маған неге кезінде кездеспедің екен? Сені ең бақытты әйел қылатын едім. Мен сенен бала сүйгім келеді, деді құлағыма.
Аузыма келген түкірігімді жұта алмай қалдым. Бірақ сол сәтте мен күйеуім жайлы ұмытып кеткендей сезімде болдым. Сол бір мезетте миымнан барлық нәрсе өшіп қалды. Сен осы үйге келген күннен бастап маған ұнайтынсың. Мен сені одан қызғанамын, деді маған. Екеуміз біраз аймаласып, бірден іске кірістік. Есе қаларлық сезім мен махаббатқа толы түн болды. Маған бәрі ұнады. Өзімді ең бақытты адам сезіндім. Таң атты. Таңертең маған таңғы ас жасап, мені төсегімнен оятты. Махаббат сезіміміз ұлаулап тұрғанын бақыладық. Жұмыс іздеп жүрмін, жұмысқа тұрамын, деді маған. Көңілімді аулау үшін. Сені үлде мен бүлдеге ораймын әлі, көресің. Мен ғана саған лайықты екенімді саған дәлелдеймін, деп үйден шығып кетті. Мен жұмысқа жаяу шықтым. Әр басқан қадам сайын күйеуіммен арамыздың шынымен суып кеткенін ойлап бардым. Кеш болды. Мен өз бөлмеме кіріп ұйықтайын деп жатқанда, есігімді ақырын қағып, кіре салып, мені тағы да аймалап, өте ыстық түн өткіздік. Кеш болды. Мен өз бөлмеме кіріп ұйықтайын деп жатқанда, есігімді ақырын қағып, кіре салып, мені тағы да аймалап, өте ыстық түн өткіздік. 2-3 күннен кейін күйеуімнің келетін уақыт еді. Бірақ бірдеңе сезгендей, күйеуім келмеді. Тіпті бір ретте маған хабарласпады. Қайнағама да хабарласпаған. Ішім өртеніп, өзімді кінәлі сезіндім. Істеп жатқаным дұрыс па? Күйеуім менің тарапымнан осындай сатқындыққа лайық па? Ал сезім ше? Ақшаны кімге жеткізе алмай жатырмыз? Басқа жаққа барып жұмыс жасайтындай. Әлде оның ол жақта біреуі бар ма? Жоқ, бірақ ол маған ондай жамандық жасамайды, себебі ол мені шын сүйеді деп ойладым. Кешке бейтаныс номер қоңырау шалып, күйеуімнің көлік апатынан қаза тапқанын айтты. Барлық өзімен болған заттарын маған табыстады. Телефонын ашып қарасам, бірінші бетінде басқа әйелдің суреті тұр. Басында мен ештеңе түсінбедім. Бұл менің күйеуімнің телефоны емес, дедім. Ішін ашып қарасам, күйеуімдікі екен. Уақыт өте ұялы телефонның ішін ақтарсам, көңілдесі барына біраз жыл болған екен. Мені сүйетін адам маған адал болады деп ойласам, ол мені тіпті сүймеген екен, мен сияқты. Бірақ екеуміз де бір-біріміздің сезімдерімізді уақытында бағаламаппыз. Арада 1 жыл өткеннен кейін үйге бір танымайтын ағай келді. Менімен амандасып, далаға шығуымды өтінді. Есік алдына шықсам, машинаның артынан маған бір сөмке зат берді. Ойымда ештеңе жоқ. Үйге кіріп сөмкенің ішін ашсам, ішінде хат. Хатта: кешір мені, мен сенің бақытты болғаныңды қалаймын, деп қана жазылған еді. Хатты оқыған мен ештеңе түсіне алмадым. Екеумізде бала болмағанын күйеуім өзінен көрген сияқты. Бірақ біз нақты кім кінәлі екенін білмеген едік. Уақыт өте келе, қайнағам екеуміз тағы да отбасын құрдық. Қазіргі таңда екеуміздің 3 баламыз бар. Сол уақыт аралығында екеуміздің басымыздан өте көп оқиғалар өтті. Қаласаңыздар, оны келесі видеода айтып бере аламын.